Сәлеметсіздер ме, құрметті жазылушылар. Мен Бегалиева Жанель, Мемлекеттік басқару академиясының 1-ші курс докторантымын. Бүгін сіздерге даму күні аясындағы академиялық өмірімнің бір сәтін көрсеткім келеді. Таңымды ерте бастаймын. 1 сағат бойы жаттығу залында спортпен шұғылданамын. Бұл тек физикалық денсаулықты емес, сонымен қатар менталды тепе-теңдікті сақтаудың маңызды құралы. Жаттығудан кейін жеңіл таңғы ас ішіп академияға жол тартамын. Бүгін күн ерекше басталды. Таңғы іс-шара барысында психолог, гештальт кеңесші Жанат Баянқызы профайлинг жайлы дәріс оқыды. Біз адамдардың эмоцияларын қарым-қатынас барысында қалай тануға болатынын зерттедік. Профайлингке арналған лекция бізге ерекше әсер қалдырды, өте қызықты әрі пайдалы болды. Түсте асханада тамақтанып, келесі лекцияға қатыстық. Көпшілік алдында сөйлеу тақырыбы бойынша практикалық сессия өтті. Сессия барысында көпшілік алдында дұрыс сөйлеу үйрену және жоспарлау, ойын сенімді жеткізу, тыңдаушының белсенділігін арттыру жолдары талқыланды. Теориямен қатар практикалық жаттығулар мен ойындар өткізілді. Бұл жерде біз қатысушылармен бірге вербалдық коммуникацияны дамытуға арналған ойынды талқыладық. Көпшілік алдында сөйлеуге деген қорқынышты жеңуге көмектесетін қарапайым тәсілдер де қарастырылды. Уақытты тиімді пайдаланып, жедел баяндама дайындау барысында жаттығу сессиясын өткіздік. Сонымен қатар даму күні аясында халықаралық мектептің ағылшын тілі мұғалімі, сарапшы Ғалима Мауленнің қатысуымен өткен How do they manipulate us тақырыбында Speaking Club өтті. Кешкі уақыт жақындағанда диссертация тақырыбым бойынша әдебиетпен жұмыс жасаймын. Күніне кем дегенде 3-4 сағатымды ғылыми мақалалар оқуға, аналитикалық деректер жинауға және мәтін жазуға арнаймын. Назарларыңызға рахмет. Құрметті жазылушылар, бұл академия докторантының бір күндік үзілісі. Сіздерді президенттің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына оқуға шақырамыз.